Мақсат Ысқақов ағамыздың әңгімесінен 80 жылдардың басы Совет армиясының қатарына шақырылдым. Мәскеудің маңындағы әскери бөлімге Орта Азия мен Кавказдан келген жас жігіттермен бірге түстік. Орта Азиядан келген 10 қазақпыз. Қалғандары өзбек, тәжік, 2 қырғыз, 4 түрікмен. Әскери бөлімнің қақпасынан кіргеннен ақ жемтігіне көз салған бөрідей бізге бәрі жақтырмай аларып қарайды. Оказывается, здесь землячество. Кавказ рулит деген Дағыстан жігітінің айтқан сөзін құлағым шалып қалды. Құдай-ау, неге Кавказда тумадым екен деген жаман ой санама сумаң етпесі бар ма? Түннің бір уағында топырлап жерлестерін іздеп келген кавказдықтарды көрдік. Көп болса өзімізден 1-2 ақ жас үлкен жігіттер. Бірақ сайдың тасындай кең иықты кексе жігіттер екені көрініп тұр. Өз тілдерінде шүлдірлеп сөйлеп жатыр. Бір кезде ішінен біреу бізге қарап, «Откуда вы узкоглазый?» деді. «С Казахстана» дедік. «Яшина земляки, что ли?» деді. «Яшасы» деп тұрған кім деп қоямыз? Әңгір тауа казармаға көзі сілеусіннің көзіндей сығырайған арыстан жал, қабылан жота, бойы ұзын, жалпақ жауырынды солдаттың төресі кіріп келді. Бағанағы кавказдықтар «Яша, салам алейкум, брат» деп жамырап амандасып жатыр. Олардың біреуін қаперіне іліп тұрған Яша жоқ. «Қазақтар бармай» деді қазақша. Әкемізді көргендей, «Иә, бармыз, мұндамыз» деп мойнымыз созып жатырмыз. «Жүріңдер» деп мойын қиқан еткізді. «Қайдансыңдар? Аттарың кім?» Бәрін сұрап жатыр. «Көп күттім ғой сендерді, бауырларым» деп қояды. Яша деп жүргеніміз қазіргі оңтүстік Қазақстанның Жандарбек деген жігіт екен. Өзі палуан, көкпаршы. Жандарбектің арқасында жаман өмір сүрмедік. Арқамызды тауға сүйегендей болдық. Түсі суық демесең, жәкең өте бауырмал, қазақы жігіт болып шықты. Әсіресе үлкен мейрамдарда столовыйдың төріне 11 жігітке дастархан жаяды. Қалғандар бізден төмен отырады. Дастарханға жылы жұмсақтың тәттінің бәрі бар. Мереке біткен соң дастарханнан қалтамызға бір кәмпит салдырмайды. Бәріміз тұрып, столдағы тағамдарды сол күйі қалдырып кетеміз. Бірде 23 ақпанда Совет армиясының күнін тойлап болып, дастархандағы 2 кәмпитке қызығып, қалтаға сала бергенім сол еді. Яша мен ала көзімен атып жіберді. Сасқанынан әлгі тәтті кәмпиттерді столға қайта қоя салдым. Казармаға келген соң, Яша бауырымыз өмірі бойы есімізде қалатындай әңгімені жүрегімізге мөрледі. Осы әскери бөлімге соңғы 7 жылда келген мен жалғыз қазақпын. Сендер менен кейін 1,5 жылдан соң келдіңдер. Көп қорқытады, терең батырады. Мықтылардың арасында балпаң басу үшін де балтыр керек жігіттер. Марканы ұстап тұру керек, маған да оңай болған жоқ. «Сико, сен алған 2 кәмпитте тұрған ештеңе жоқ. Сұңқар шашып жейді, құзғын жемтігін бауырына басып жейді» деген. Бұлар діні бір мұсылман дегенмен де тілі басқа, табиғаты басқа, дәстүрі басқа жігіттер. Сырт көз сыншы, бізге бұлар сынап қарайды. Бұл жерде 5,000 солдат бар, яғни бізге 10,000 көздің назарында жүрміз. Өзімізден бұрын халқымызға сөз келмесін. Түсінгенге түкке тұрмас 2 кәмпиттің өзі көп нәрсені айтады. Көже қарнымыз тойғанға мәз болып жүрген құлағы тесік құлдың балалар емеспіз ғой. Көңіл қарны тойған тек татаның ұлдарымыз. Бізден қалған көл көсір тамаққа қарап, уызына жараған халық екен деп, біздің қазаққа баға беретін мықты жігіттер бар олардың ішінде. Бірге бір төбелессем, маған төтеп беретін жігіттер аз арасында. Оны мен 1,5 жылдың ішінде жұдырығыммен талай рет дәлелдегем. Күшті білек бір бақыт. Мінезден көрініс табатын тектілік мың бақыт бауырларым. Тектінің қай кезде де мысы басым. Өзің жұртты қалай сынасаң, олар да бізге сондай сын көзбен қарайды. Аттың түгіндей әлемде, тайдың төбеліндей ғана елміз. Бабасы басын имегеннің баласы тізе бүкпейді дегендей, қазақ батыр халық деп құрқиюды кергенше, қанымыздағы тектілікті бекзада мінезімізбен дәлелдейік. 20-ға толмаған өзіміз қатар жас жігіттің айтқан сөздері басқасын қайдам,
өзімнің өңменімнен өтіп кетті. Жарты жылдан соң Жандарбек брат елге кетті. Сабаздың баласы 10 жігітке татитын қазақ екен. Қалған 1,5 жылда қалған 10-ымыз оларға мықтылығымыз бен тектілігімізді дәлелдеуге тура келді. Бізге де оңай болмады. Алла абырой беріп, армиядан ауылға аман-есен оралдық. Үлкен өмірге араласып кеттік. Талай қазыналы қызметтің құлағын ұстап келеміз. Кейде мына қызылды жасылды дүниеге қатты қызыққанда Жандарбек бауырымның сөзі есіме оралады. Дүниеге қатты қызығып, сол 2 кәмпиттей тәттіні қалтаңа салғаннан кейін өзіңе, отбасыңа, әулетіңе, халқыңа сөз келмей ме екен деген сөзі ғана мені көп нәрседен тоқтатты деп Серік ағам әңгімесін аяқтады. Құрметті оқырман, тәлім-тәрбиеге, ұлттық құндылыққа толы әңгімені оқығыңыз келсе, өзім жинақтаған ойшам жинағын сізге сұнамын. Бағасы 4.990 теңге, барлық қалаларға жеткізу тегін. Барлық сұрақтар бойынша төменде көрсетілген номерге жазыңыз.